Тікелей эфирде жаңалық қызметі. Ол сөз өнері мен саз өнерінен қонған қасиетті қатар ұстап қылғаламның жанына сергеткен бір туар тұлға. Оның еділ мен жайығы жүректерде сақталып, Жайлаукөл кештері көптің көңілінде қалды. Ал асылым мен әселім атты әндері өзі бөлек тарихы ерек дүниелер. Бүгін халқы үшін құрметті Иісі Қазаққа қадірлі Илья Жақановтың туған күні. Еділ жайық деген әнді әркез осылайша шерткенде көз алдыма өзім көрмеген екі ұлы дария толқитта жатады. Бұл Еділ мен жайық. Илья Жақанов 1936 жылы мамырдың 6 күні Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Ол қаламгер ретінде 1968 жылы Қайтор алған ән, 1969 жылы Қош бол вальс атты повестерін жазды. Осыдан кейін екі жирен, бірінші концерт, Махаббат вальсы, Аққулар қонған Айдынгөл атты деректі әңгімелер, эсселер және новеллалар жинағы оқырманға жол тартты. Ал 1989 жылы қазақтың ұлы қобызшысы Ықыластың өмірі мен шығармашылығын арқа өткен Кертолғау романы алғаш қырғыз тілінде шығып, кейін 1990 жылы қазақ тілінде Ықылас деген атпен жарық көрді. Өнердегі ең белгілі ұлы тұлғаларының бірі қазақтың Қорқыттан кейінгі қобызын үлкен классикалық дәрежеде деңгейге жеткізген ұлы күйші Ықылас Дүкенұлы. Ықыластың шәкірті Сүгір. Енді бұл әулет, Ықыластың әулеті өзінің әкесі Дүкен қобызшы, Дүкеннің әкесі Алтынбек қобызшы, өзі қобызшы, үлкен баласы Түсіпбек қобызшы. Илья Жақановтың 200-ден астам әні бар. Оның сазды сиқыры қазақ әнінің табиғи болмысын бүлдірген эстрадалық ырғақтан дін аман, ұлттық нақышты бойына сіңірген. Абай, Пушкин, Лермонтов, Мақтұмқұлы, одан бері қазақтың классиктері Сәкен Сейфуллин, Қасым Аманжол, Жұбан Молдағалиев, Мұқағали Мақатаев, Қадыр Мырзалиев, Қуандық Шаңғытбаев сынды ақындардың мәтіндеріне жазылған әндері халықтың жоғары сұранысына ие болды. Пушкиннің сөзіне түнгі зефир, Лермонтовтың Абай аударған өлеңдеріне жолға шықтым түнді жалғыз жалау әндері жазылды. Ән романстардың ішінде Есениннің сөзіне жазылған өмірім менің, өткен қайтып оралмас, Мақтұмқұлының сөзіне жазылған өтіп барады атты ойлы, толғаулы романстарды ерекше атауға болады. 1964 жылдан 1984 жылға дейін Қазақ радиосының музыка редакциясында қызмет атқара жүріп, ол қазақ әнінің қайта жаңғыруына үлес қосты. Әуелі жай редактор, одан аға редактор, одан кейін бас редактордың орынбасары. 10 жылда кемеліме толған бүкіл музыка қайраткерлерінің бәрімен істес болған. Өзімізді тыңдатып, солармен әптен жұмысымыз бірге біте қайнасып кеткен сондай дәрежедегі жаңағы бүкіл радиодағы насихат, жазу, жаңағы барлық жанрда радионың музыкалық редакциясының барлық жанрда жазуы, соның барлығына менің алдымнан өтіп жатты хабардың бәрі. Мен Москваға 2 рет бардым. Бүкіл одақтық радионың, телевидениенің командировкасында болып, сонда радиоспектакльдер, телеспектакльдер қалай жасалады. Мені сол кереметтердің бар. Көркемдік совет қалай өтеді. Мүшелері қанша адам, бізде 14 адам болып мысалы. Соны мен көркемдік советтің төрағасының 10 жыл бойы осылай отырдым. Біздің алдымыздан ешқандай шалапай, ешқандай халтура, ешқандай әлгі келдігет ешнәрсе өткен жоқ. Қазақ әдебиеті мен мәдениетінде құлашын кеңге жайып, ел руханиятының көгінде қырандай қалықтаған ұлы тұлға Илья Жақанов туралы дәріптеу бүгінгінің борышы. Еділ мен жайықты жырлап, жалпы қазақтың жүрегінде қалған жазушы сазгердің тағылымды өмір жолы мен
тарихы терең шығармашылығын Атырау телеарнасы терең насихаттайды. Жыл басында көрерменге жол тартқан біздің Илья хабары қазір көптің көңілінен шығып, ыстық ықыласқа бөленуде. Елдің ерен қадірлі ұлын бүгінгі туған күнімен Атырау телеарнасының ұжыматынан шын жүректен құттықтаймыз. Асланбек Шығырып, Қуаныш Құдайберген, Атырау телеарнасы.